Қайырлы күн, менің YouTube оқырмандарым. Бүгін мен сіздерге мынандай айвадан өте дәмді пайдалы вареньенің жасалу жолын көрсетемін. Сіздер де осындай жасап көріңіздер, және де менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Ол үшін бекені жақсылап жуып, осылай ұсақтап, төрт бұрыштап турап аламыз. Оны жайпақтау ыдысқа салып, үстінен сироп жасаймыз. Жасаған сиропты мен 2,5 килограмм шекер қостым. Үстінен қайнаған сумен жақсылап араластырып, енді кеңірек алюминий кастрюляға салып,